Ассалаумағалейкум тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Шыңғыс ханның Борхан тауының жотасында алғаш рет моңғолдардың жалғыз ханы болып сайланғаны, яғни оған Шыңғыс хан деген атақ берген жайлы. Ұзақ 20 жыл азаматтық соғыстан кейін бүкіл бытыраңқы моңғолдардың тайпаларының бастары бірігіп, тарихында алғаш рет жалғыз бір ханға бағынған кез. Яғни бұлындай сәт мәңгіге созылмайтынын түсінген Шыңғыс хан қытайлар естісе де бүкіл қолды жинап алғаш рет Қытайға жорғын бастайды. Қытайлар үнемі өздерінің ұлы қорғанына сенген, бірақ ұлы қорған ешқашан қытайларды қорғаған емес. Қорғанның қақпасындағы жауынгерлер кейбіреулер сатып алса, кейбіреулер қорғанды жай ғана айналып өткен. Шыңғыс хан да сол қорғанды айналып өтіп, Гоби шөлімен ақылдаса отырып, ең ыңғайлы сәтті ойластырып, яғни көктемнің айларындағы 1-2 жеті кезде Гоби шөлінде жаңбыр жауып, көлшіктер пайда болады. Соны пайдаланып 60 мың қол жинап, сол Гоби шөлін кесіп өтеді. Ол кездері Қытайда Тан династиясы басқарып отқан, олар жужандар болып табылады. Қытайларды таза өз қытайлар басқарған аз уақыт, көбіне қытайларды басқа ұлттар, басқа этностар басқарған көп. Тарихында жужандар өте қатыгез, әрі халық арасында императорға деген сенімі аз болады. Сондықтан кейбір тайпалар, қалалар моңғолдар келгенде бізді құтқарады деп өз еркімен берілді, және сол кездердегі Қытайдың жалпы мемлекеттік басқару да өте құлдырап тұрған кез. Әрі моңғолдар өте тез, шапшаң, мобильді, жойқын соққылар жасап, моңғолдар бір қаладан бір қалаға тез арада соққы берген. Моңғолдар тез бір қаладан бір қалаға әр провинциясын тез арада аттылы кавалерия тез қозғалып, Қытайлардың бас генералдары жиналамыз, императордың бұйрығын күтеміз деп жүргенде астанасына да жеткенін білмей қалады. Астанасына келгеннен кейін үлкен Пекин қаласы Бейжің, моңғолдар тұрып қалады. Өмір сонда олар ешқашан қаланы алып көрмеген. Қаланың қақпасында 10 айдай тұрғаннан кейін халық ашығып, жерге тамақ, ішерге су болмағасын, соңынан беріліп қақпаны ашады. Ол кезде император оңтүстік астанасына баяғыда қашып кеткен болады. Халық құтқарушы деп моңғолдарды қақпасын ашып қуанғанмен, ұзақ 10 ай күткен үшін қаланы тонап жазалай бастайды моңғолдар. Моңғолдар ешқашан мемлекеттік басқару, бюрократиялық құрылым деген мүлдем білген адамдар емес. Бұлар жай ғана жауынгерлер, яғни көшпенділер. Сондықтан Шыңғыс хан ойлай келе, бұрынғы Қытайдың заңды династиясы Ляудың бір ұрпағы қалған екен, Илучисай деген. Соны алып келіңдер деп бұйрық береді. Илучисай келгеннен кейін айтады: мен сені император қыламын барша Қытайдың, тек менің алдымда бас иетін боласың деп. Илучисай тыңдай келе, ол кезде жас жігіт болады, ол қарсы болады. Яғни ол кезінде Тан императорына ант берген, яғни антын бұза алмайтын. Шыңғыс хан әрине әрқашанда антын бұзбаған, досын сатпаған адамдарды жақсы көрген, сондықтан мәз болады досын сатпағына, бірақ айтқан ұсынысын қабылдамаған үшін кет деп қуып жібереді. Шыңғыс хан бір қолбасшысы Сүбедей айтады Шыңғыс ханға: ох, ұлы хан, өмірімізде қайта-қайта Қытайға келе беретін сәт бола ма? Одан да осы Қытайды жерме-жексен халқын қырайық, мына егістіктерін бәрін жерме-жексен қылайық, жылқымыз жайылатын жайлау болсын деп. Содан қырғын басталады. Моңғолдар емін-еркін Қытайды тонап, егістіктерін тегістеп, қатын бала шағасын өздерін құлдыққа сата бастайды. Бұған шыдамаған Илучисай қайтып келіп жаңа ұсыныс бастайды: о ұлы хан, Қытай деген бұл жай Қытай мемлекет емес, бұл алып үлкен мемлекет. Яғни бұны ат үстінде басқаруға мүмкін емес. Бұны басқару салықтардан, заңдардан басталады деп. Яғни Шыңғыс ханға түсіндіреді: сіз бір-ақ рет тонайсыз, бүкіл халықты жойып, сонымен олжаңыз бітеді. Егер де салық салсаңыздар, мәңгі сіздердің қол астыңызда болады деп. Сөйтіп байлықпен, салықпен қызықтырып моңғолдарды, ең алғашқы рет салық жөнінде заңдар ойластырып, Қытайлы жалпы қол өнерлерді ғалымдарға тиіспеуін сұрап, алғаш рет Қытайдың моңғолдардың заңы мен салық төлеу есебі қазыналық құрылымдар құрыла бастайды. Кейбір Шыңғыс ханның естелігінде айтылатын Қытайдағы ең қымбат олжасы ол Илучисай деп айтатын. Яғни Илучисай моңғолға жалпы Шыңғыс ханға мемлекетті қалай басқару керек, салық қалай салыну керек, және сауда-саттық қалай жүргізу жайлы бар ақылын білген, оқыған үйреткен адам деп айтылады. Яғни Илучисай моңғолдарға, Шыңғыс ханға салықты қалай салу тәртібін үйретеді. Яғни қай жерлерде қатты шапқыншылықтан зардап шеккендерге 2-3 жыл салық төлемеуге рұқсат еткен, әлеуметтік жағдайлары көтерілгеншеден. Кейбір жерлер аман қалғандарға толық салық төлеткізіп, яғни сол кездердегі ең үлкен күрделі бюрократиялық заңдар мен
салық салу заңдары, мемлекет қалай басқару, почта, көптеген құрылымдарды Илчусайдың ойымен ақылдаса келе шешілген заттар болып табылады. Солтүстік Қытайды толығымен жаулап алғаннан кейін қалған императордың оңтүстікке қашып кетеді, я Қытай екіге бөлініп қалады. Сол кезде Илчусай айтады Шыңғысханға, өмірі жабық, өмір сүре алмайды, Қытай үлкен өндіріс көзі, сондықтан бізге сауда-саттық жасау керек деп. Ең жақын көршісі, ең байы орталық Азиядағы, яғни Хорезмшахтармен байланыс орнату керектігін, Қытай үнемі жалғыз жабық бола алмайтынын түсіндіріп, елшілер жібереді. Оны отырарда тонап, елшілерін өлтіріп тастайды. Шыңғысхан Хорезмшахқа қайтып елшілер жібереді, яғни өлтірген, тонаған адамдарды берді. Оған да көнбей оларды да өлтіріп тастайды. Сондықтан бар қолын жинап, алғаш рет орталық Азияға шапқыншылығын бастайды. Сол кездері Хорезм ең бай, ең үлкен мемлекеттің бірі болады. 20 миллиондай халқы бар, 40-тай әсем үлкен қалалары бар. Жібек жолының бойындағы ол қалалар соншалықты тығыз, бір қаласынан төбесіне секірген лақ мыңдаған километр жүріп секіріп келесі шетіне дейін жүреді дегендей жерге түспей аңыз бар. Хорезмшах ең бай әрі ең қатыгез билеуші болады. Оның әскері жалдамалы гулямдардан тұрады, яғни ол көбіне қыпшақтардың тайпаларының адамдары болады. Хорезмшахтың әйелді үлкен бір қыпшақтың тайпасының қызы болып шығады. Жергілікті халықтарды сол қыпшақ жауынгерлерімен үнемі қорқынышта үрейде ұстап отырады. Сондықтан да болар монғолдар келгенде ешбір қаласы Хорезмшахтан қорыққаннан ешқайсысы берілмей, Шыңғысхан бір қаланың бәрін жерме-жексен қылады, барша қаласылар. Хорезмшахтың ең бір үлкен қателігі, яғни олар көшпенділер келатыр дегенде қала алмайды, қамала алмайды деп барша 200 мыңдай қолын қалаларға тығып қояды. Қалалардың несі көшпенділер келеді, қамалда алмай кетіп қалады деп. Ол кезде монғолдарда 60 мыңға қол болады. 60 мың қолмен бірге әр түмендерге бөлген мыңдаған инженерлік әскер болады, Қытайдан алып келген. Яғни порықтан жасаған неше түрлі Қытайдың ракета тәрізді сол кездегі, яғни гранатаға ұқсайтын әртүрлі құрылғылары болады, және катапульттер болады, тас ататын, қамал алатын құралдарымен қақпаны қиратады. Бүкіл қалаларын жерме-жексен қылады. Самарқандты астанасын, қазіргі Самарқанд қайтадан Әмір Темір оны басқа жерден салдырады. Хорезмшах бала-шағасымен Каспий теңізіне қарай қашады. Одан ауырып сол Каспий теңізінің жағасында өліп қалып, оның ұлы Джалладин партизандық соғысқа, яғни монғолдардың қолдарына әр жерден тұтқиылдан шабуыл жасауын қоймайды. Джалладин шапқыншылық партизандық соғысынан шаршаған Шыңғысхан өзінің екі қолбасшысын Сүбідей мен Жебені жібереді. 30 мың қол беріп, Джалладинге Шыңғысханның шапқыншылығынан зардап шеккен көптеген қыпшақ қолбасшылары мен бектері қосылады. Басқа да қол адамдар жиналады. Джалладинде 60 мыңдай қол жинағанмен Шыңғысханға төтеп бере алмайтынын түсініп, бір қаладан бір қалаға қашып жүреді. Кавказға барады, Әзербайжанда айналып, Грузияға барады. Грузияда ең үлкен қырғын ұйымдастырады. Сол кезде 100 мыңдаған адамды қырып, бір көпірде лақтырып, әлі де сол көпір жайлы аңыз бар. 100 мың адамның кейін айналып, Қара теңізді айналып, қайтадан қазіргі Россия, Украинаның жерімен деп Қыпшақтың даласына жақындайды. Еділ өзен жағасына келген кезде Джалладин үлкен шайқаста өліп, оның әскерлерінің көбісі қыпшақтар болады. Олар қолбасшылар өлгеннен кейін тарап кетеді. Негізі қыпшақтармен соғысқысы келмеген монғолдар бір қолбасшысы Кочаннан сұрайды, бізге қарсы шыққан адамдарды қайтарып бер, өзіміз жазалаймыз деп. Бірақ ол бас тартады. Содан олар қыпшақтар үлкен қол жинап, өзінің одақтасы орыс князьдіктерінен де, сол кезде орыс князьдіктерінің көбісі қыпшақтардан қыз алған, қыз беріп отқан ең жақын одақтасы болады. Солармен бірге монғолдарға қарсы үлкен шайқас болады. Калка өзенінің бойында Сүбідей мен Жебе, яғни Сүбідей басында шайқас болып жатқанда аз қолмен алдыға шығып шепте үлкен қолды артқа қалдырып әдейі жеңіліп батқан кейіп танытып кейін қарай қашады. Бұны түсінбеген қыпшақтармен қуа бастайды. Сол кезде шептер ұзақ орыс қолы ашылып кеткен кезде Жебе сол жақ қапталдан соққы беріп үлкен екіге бөліп қолдарын қыпшақтар қашып ойсырата бастаған кезде орыстар өздері қалып қояды. Өйткені қыпшақтар атты әскер, орыстар ол кезде жаяу әскерлер. Қыпшақтар өзеннің арғы бетіне кетіп қалады. Орыстар қалып қойып жалғыз қоршауда қалады. Сол кезде монғолдардың арасынан бір орыс жігіт шығып, беріліңдер, орыстар сендердің ешқандай жауынгердің бірде-бір қанын төкпей, әрине монғолдар сөзінде тұрып, қан төкпей, барша тұтқындалған орыстарды
кілемге орап, бел омыртқасын сындырып өлтіреді. Сүбідей мен жебе 30 мың қолмен шығып, барша Кавказды айналып, орыс князьдіктерін пышақ даласын айналып, 2 мың қолмен қайтады. Біраз уақытқа дейін, келесі шапқыншылыққа дейін тыныштық болады. Шыңғысхан сауда-саттыққа дайындала бастайды. Бірақ ерген керуендерінің бірін солтүстік Тибеттен, яғни сол кездегі таңғұт мемлекеттері шабуыл жасап, керуендерге қайта-қайта маза бермейді. Үлкен қол жинап, таңғұт мемлекетін жаулауға Шыңғысханның өзі шығады. Ол кезде 60 жастан асқан еді. Сол кезде жараланып, кейбір сәтінде улағысы келеді. Шыңғысхан өзінің мәңгі емес екенін түсініп, елушісіден ақыл сұрайды, не істесем екен деп. Яғни мәңгі өмір сүргім келеді, ол үшін не істеу керек деп. Елушісі әрине айтады, мен ол жайлы ешқашан білген емеспін. Менің бізден басқа да неде оңтүстік астанасында Қытайдың, яғни Люцай деген монах бар, сол монахтан сұрап көрейік деп. Шыңғысхан тыңшыларын алдыртқызып, онымен ұзақ сөйлесіп, монах сұрайды, сізде неше әйел болды деп. Яғни өзім заңды некеде 4 әйелім бар, тоқалдары бол, бірақ 500-дей, онда еркек күшіңіздің барлығы сарқылған, сіз мәңгі емессіз дейді. Ашуланғаннан қылышын алып мойнына тақап, кейін Шыңғысхан түсінеді, яғни адамның ешқашан мәңгі өмір сүрмейді. Монахпен ұзақ сөйлесе келе, ол мұрагерлерін, яғни артынан мұрагерлерді тағайындап кетуге екен, Шыңғысханның мәңгі өмір емес, артында дұрыс мұрагер қалдыру керек екенін көндіріп, Шыңғысхан бірде қолбасшыларымен балдары және достарының саяхатшылық құрып аңға шығып атқанын көріп, мен де неден кеммін деп, ол да ере шығып аң аулап қуып баратқанда далалықта жылқысы інге аяғы сүрініп құлап, содан жатқаннан төсек жатып ұзақ жатып қалады. Бүкіл балдарын жинап ақылдаса келе, үлкен ұлы жошыға пышақ даласын және орыстар князьдіктерін береді, толық кейін өзің жаулап аларсың деп. Екінші ұлы Шағатайға орталық Азияны береді. Үшінші ұлы Үгедейге Қытайды, ең кенже Төлеге өзім Моңғолиясын Қарақорымды айтады, саған қалдырам деп. Өлерінде Шыңғысхан айтады, менің өлім туралы ешкімге айтпаңдар, құпия болып қалсын, яғни менің жауынгерлерім тоқтамасын, олардың рухы сағысынбасын, мен өлді деп. Сондықтан мен өлсем, құпия туған өлкемізге апарып көмерсің деп. Әлі күнге дейін Шыңғысханның моласын ешкім білмейді, бірақ кей аңыздарда өзінің сол туған жері Борхан тауына жатасына апарып көмді деп айтады. Яғни баяғы Борхан тауы өзінің туып өскен досым Жамұқанмен асық ойнаған, бөртенің жақсы көріп сол жерде өмір сүрген, сол кезде өзінің хан қылып сайлаған жер Борхан тауының жотасының бір жерінде көмген деп. Шыңғысхан ЮНЕСКО бойынша әлемдегі 1000 жылдықтағы ғасыр адамы деп танылған, әрі кейбір ғалымдардың айтуы бойынша әлемдегі әр 200-ші адам Шыңғысханның ұрпағы деп. Яғни ЮНЕСКО бойынша әрі ғасыр адамы, әрі яғни 1000 жылдықтың адамы деп айтады, әрі ең мықты 1000 жылдықтағы еркек деп те айтылады. Шыңғысханның өзі Қытайды, орталық Азияны жаулап кеткенмен, оның ұлдары мен немерелері 60 жылда әлемдегі ең үлкен империя, ең үлкен территорияны жаулайды. 300 жылдай үстем етеді ұлдары мен немерелері. Үлкен империя кейін алауыздық бір-бірімен соғыс басталып, бөліне бастайды. Толық әрі 4 ұлынан тараған ұрпақтар, яғни сұлтандар көбейіп, бір-бірімен бақталастық басталады. Солай Алтын Орда, басқа да ордалар, династиялар құрып, шағын-шағын хандықтар пайда болады кейін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, жан-жаққа таратып, үлкен қолдау жасаңыздар ағайын. Тыңдағаныңызға көп-көп рахмет.